Ілияс Жансүгіров, құлагер поэмасы. Сүйегі жануардың жылқыдан жат. Бұл емес теке жаумыт не қазанат. Күңкейіп көзге қораш көрінсе де шапқанда шалдырмастай бетер қанат. Екпіні үй соққандай пыстырғанда, шалдырмас көктен құсқа жерден аңға. Жықпаса жалғыз қазық жануарды бұл әзір жеткізбей тұр жылқы малға. Бұл тұлпар келіп тұрған әбден бабы, салбырап тұрғанына дебе жабы. Маңдайы жарқырап тұр жануардың ашылып тұр, осы аста мұның бағы. Суық қол батыраштың жібергені, жалт етті жайдың оты жүрегінен. Кек қайнап мұз құйылып жүре берді от болып, екі көзі көрмей кетті. Жауды сел қармаған ба қабағынан, қылуға қауіп қатер бала мұнан. Аман ғой ақ көңілдің арманынан. Бөріні бөрік астынан көрмей қалды, ойнақтап кете берді жау алдынан. Сақ етіп ай баласты құлан ұрды, шапшыпқан шекесінен шыр айналды. Салқ етіп құлагер ат құлай қалды. Білгені жоқ, не болғанын ес қалған жоқ. Тек бала жерге доптай домаланды. Құлагер шапшытқанда көкке қанды, тек бала шыр-шыр етіп аттан салды. Жоқ болды ақ боз атты қара киім, тұйғыны көк шыға шауып кете барды. Құлагер поэмасында Ілияс Жансүгіров ақан сері және оның жүйрік тұлпары құлагердің қасіретті тағдырын суреттейді. Құлагер еркіндік пен сұлулықтың символы. Бәйге кезінде көре алмаушылық пен күншілдіктің салдарынан тұлпар қастандықпен өлтіріледі. Ақан сері бұл қасіретті ауыр қабылдап жоқтау айтады. Поэма арқылы ақын әділетсіздік пен зұлымдықты әшкерелеп, еркін рухтың трагедиясын көрсетеді.